Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода шағын эксперимент жасаймыз. Ол үшін бізге 1,5 литр сүт қажет болады. Мен осындай дүкеннің 3,2% сүтін қолданамын. Сүтімізді ыдысқа құйып, отымыздың астын орташа етіп қосамыз, қайнауға дейін жеткіземіз. Осы уақытта сүтімізге қосатын жұмыртқалы массамызды дайындаймыз. Бізге 3 үлкенірек немесе 4 кішірек жұмыртқа қажет болады. Мұқият араластырамыз. Оның үстіне 200 грамм қаймақ қосамыз. Ешқандай түйіршік қалмайтындай біркелкі сұйық масса болғанша мұқият араластырамыз. Бұл рецепт үшін қолдың сүтін қолдансаңыз тіптен керемет болады. Қолдың сүтінің майлылығы 4-5% шамасында. Қолдың сүті болмай жатса, сақтау мерзімі 5-7 күннен аспайтын дүкен сүтін қолдансаңыз болады. Сүтіміз ақырындап қайнап бастады. Енді жұмыртқалы массамызды біртіндеп құямыз. Отымыздың астын ең баяу отқа қойып, отта 5-10 минут ұстаймыз. Осындай ірімшік пайда бола бастайды. 5-10 минут отта тұрған соң сары суы бөлініп, осындай көп мөлшерде ірімшік пайда болады. Оны таза матаға сүзіп алатын боламыз. Бастапқыда сүтті қайнатуға қойғанда 1 шай қасық тұз қосып жібердім. Ол сәті видеоға түспей қалыпты. Сүтті қайнауға қойған кезде тұз қосуды ұмытып кетпеңіз. Яғни қайнап жатқан сүтке жұмыртқалы массамызды қосып, үй жағдайында ең оңай әдіспен артық қоспасыз сыр жасаймыз. Құрметті менің сүйікті алтындай көрермендерім, қазақша каналымның ары қарай дамуына үлесіңізді қосыңыз. Видео ұнаса, тегін лайктарыңызды аямай басып, пікір қалдырыңыз. Ал жаңа көрермен болсаңыз, каналымды жоғалтып алмау үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Қасықпен басып, формасын келтіреміз. Ірімшік қазір ыстық, сондықтан оңай бірігеді. Формасын келтіріп, үлгеріп қалуымыз керек. Матамызбен орап, қысып, күйіп қалмай, артық сары суынан арылуға тырысамыз. Осындай дөңгелек ыдыстың астын тесіп алдым. Ірімшікті осы ыдысқа орналастырып қоямын. Сонда формасы әдемі дүкендегі сырлар секілді дөңгелек болады. Сары судан толықтай арылу үшін үстінен ауыр нәрсемен басып қою керек. Мен бүгін осындай су толтырылған банкамен басып қоямын. Бөлінген сары суды төгіп тастамаңыз, онымен нан ашытуға, бауырсақ елеуге және тіпті блины, яғни құймақ пісіруге болады. Осындай конструкция болды, кем дегенде 5 сағатқа қалдырамыз. Түнде жасап, таңға дейін қалдырсаңыз болады. Бұл ірімшік таңғы асқа тіске басар ретінде керемет үйлеседі екен. Менің ірімшігім 5 сағат бойы бөлме температурасында тұрды. Міне формасын ұстайтындай ірімшік шықты. Қазір кесіп көреміз. Ойдағыдай дәмді болып шыға ма екен, тексереміз. Кескен кезде бірден сүттің иісі аңқып шығып тұр. Құрылымын қараңыздаршы, сондай нәзік, жұп-жұмсақ. Дәмі де керемет екен. Брынза, моцарелла ірімшіктеріне қатты ұқсайды. Сүт піскен кезде бетіндегі қаймағын сүзіп алып, нанға жағып, таласып жейміз ғой. Сол қаймақтың дәмі, жұмыртқаның дәмі, иісі мүлдем жоқ. Сондықтан ол жағын уайымдамасаңыз болады. Толық рецепті, грамдарын видеоның астындағы сипаттама бөліміне жазып қоямын. Салмағын өлшеп көргім келді. Қанша грамм бізде ірімшік шығады екен? Қараңыздар, 441 грамм шықты. Дүкеннен сатып алмай, үй жағдайында осындай дәмді ірімшік жасауға болады екен. Рецепт сөз жоқ,
керемет, менің ойлағанымнан да өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Дастархандарыңыздан дәм үзілмесін. Сіздермен болған Салтанат және эксперимент Айдары. Амандықта, жақсылықта, жаңа видеоларда жүздескенше.